Давай, подарка берез. Газ басат. Во. Молодец, давай, аз қалды. Жықы, бер. Ва, болын. Достар, кичине қалғанда ұтылып қалдық, достар. Да, мен ұтылдым, еркекше. Қандай приказ бересің? Аялыңның іч киімini киесің? Бірақ еркекше, сөзімде тұрам мен сөзімде тұрам. Еркекше. Достар, тұрып қылады мен. Киіп келем мен. Неле жинде ол отасың? Трамвайдан ұтылып қалдым, кеті жеферден. Батылдан ұтылып қалдым, батылдан. Ошо аялың ішкі киімін киесің бе сен? Мен бұяқта приказды атқашы керек. Мен еркектің сөзіне тұржым керек. Сен өзің ақылыңдасың бұл? Неге? Бұл не деген көрініш бұл? Батыл мұнан ұтылып қалсаң, приказды атқашы керек досың. Мұнан подарка жинадады, подаркадан ақша түседі досың. Бүгін ұтылып қалдым, мен приказды атқарып алсаң, болбай қалады досың. Ошол ақша үшін азыр аялың ішкі киімін киейін деп отасың ба? Досым, бұяқта не деген ақшалар қойылады досым? Мен мұнан жан бағып атам, үй білем бағып атам досым. Ушул нерсе азыркы замандын тилемчилиги эмес бе? Неге бұл дос? Оңой отырып ақша таба турган нерсе да досым. Оңой болгону абелиң кетип атпайбы? Сакалчан туруп ушундай кылыктарды кыласың, сени көргөн жаштар не дейт? Кандай тарбия көрсөтүп атасың? Азыркы мисалга сенен башка жолукчан эжелерибиз жүрөт. Бүтүндөй дүйнө жүзү көрүп атат, кошуна өлкөлөр көрүп атат. Акылыңар ордундабы, Туура, мисалга ошондой батыл кылып туруп, илимдүүлөр илимин таймаша турган болсо, ага төлөнө турган болсо, анын акчасы өзүнүн акысы болот. Элге пайдалуу. А силер эмне кылып атасыңар? Чыкканын сөгүнөт, башына ички кийимдерди кийип алат, эркеги сакал коюп алып, аялынын ички кийимин кийет. Бул эмне деген көрүнүш? Кичине башты иштетиш керек да, агып эле бирөөлөрдү туура эле кире бербей. Бул чындыгында мына адам бирөө приказ берсе эле аткара берип эле акчасын ала берген. Бул дене сатканы менен айырмасы деле жоктой. Жеңил оокат дебей сыртта иш кылалы. Жеңил оокат дей турган болсоң, айтыны үйрөн. Эгер сен тарыхты окуп, ата бабаларыбыз ким болгондо ушундай жаман арам нерселерди жасабайт элең. Ата бабаң тексиз болгонбу ушундай иштерди жасай турган? Туура досум. Душман сүйдүрүп айтат, дос күйдүрүп айтат. Ал эми мындай жаман батылдарга кирбейм. Эми жаштарга пайдалуу сонун контенттерге иштейм досум. Ооба, ошондой жакшы контенттерди жасап, жаштарга бир жакшы багыт көрсөтсөң болот. Өнөрүң бар адамсың. Жакшы нерсеге колдон.